Неше болсын? Қазір. Tamam. До свидания. Это все, кстати, вам на чай. Такой у нас подарок, да? Вы же точно это, продавец, да? Да? Или хозяйка? Все, если продавец, вам. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. Друзья, уже сегодня оказывается матч. Наша отечественная команда Кайрат играет с командой Пафос. Конечно же, я думаю, что выиграет Кайрат. А по моему промокоду Бижан можете получить до 300 тысяч с Мэлбет на первый депозит. Так что всем удачи, Кайрат алға. Нұрдәулет, қыз құмар емеспін дейді ғой. Жанерке қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Жанерке, сіздің ойыңызша қыз құмар жігіт жобадағы? Жобадағы қыз құмар жігіт. Неге Нұрсұлтан? Білмеймін, өзіме солай көрінеді. Нұрсұлтан деп ойлайсыз. Тут хана саған. Мынаны перизат көрмесін. Оған негізі себеп бар ма? Соны бір сұрай кетейікші. Мүмкін сізге бір солай көріне. Мен үміткер болып жүрген кезде подписаться еткен бар. Да? Бар дегенде. Алаяқсың, алаяқ. Жаланы, қатты жабады. Не болып жатыр мұнда? Алаяқ қой, нені? Ернар, қалайсыз? Саламатсың, қайырлы күн, жақсы. Не болды аны бір тамада қосылып кеткен сияқты. Ернар, ең қыз құмар жігіт. Біздегі ма? Кім? Айтсай біліп отырсың ғой. Кім? Айта берсей. Сізді ма? Жоқ, мен дінейім бар е. Жәнібек. Жәнібек? Соңғы кезде көп аталып кетті. Біреудің үміткерін апарып тастап, біреуге жазып. Білмеймін, Жәкеңе таңғалып қалды. Жалпы соңғы кездері үміткер талғап жатқан жоқсыздар, бүйтіп. Қандай мұқтаж Жәкен ғана ғой біздің арамызда негізі. 30-ға келді, ол әрекет қылу керек негізі. Дұрыс негізі. Дұрыс па? Білмеймін, бірақ менің ойымша қазір солай. Жәнбек, қалайсыз? Шүкір жақсы. Кешеден бір аман қалдық қой еді. Кешеден кейін жақсы. Сіз сондай бір пранктың артынан обязательно болды, бітті, дұрысталамын дейсіз, бірақ сол ой қалады. Осыдан кейін дұрысталмаса қиын болады ғой. Кешеден сәл қалды ғой. Сәл қалды, иә? Негізі қатысушылар кешіре салыңызшы дегеннен кейін қалып қалған шығарсыз мүмкін. Иә, содан кейін Абылай орнынан атып тұрды. Нұржан жылап жіберді. Индийский кино болды ғой. Иә, Нұржан жата бермейік дегеннен кейін қалдық қой. Сол. Жанбек, сіздің ойыңша ең қыз құмар жігіт? Сізді уже 2 рет атады, мысалы. Бекзат Шораев деген азаматты. Бекзат. Өзі естейсің.